Неймар түрмеге қамалуы мүмкін. ПСЖ шабуылшысы сот алдында жауап береді. Жемқорлыққа қатысы бар деген желеумен. Сот процесі 17 қазанда Барселонада басталады. Неймар және тағы 5 адам оның Барселонамен келісімшарт жасау кезіндегі махинациясы үшін айыпталып отыр. Мұнадан кейін қалай ішпейсің енді? Сот ісі Неймардың ата-анасынан бөлек каталониялық клубтың бұрынғы президенттері Сандро Россель мен Хосе Бартемеуге жіберілді. Істі анықтауға мұрындық болған DIS компаниясы. Неймар Сантос ойыншысы болған уақытта бұл компанияға ойыншы құқығының 40% тиіс болған. Ендігі ұжым айыбы бойынша футболшы мен туысқандары компанияны алдау үшін арнайы схема ойлап тапқан. Сол себепті олар компенсация ретінде 150 миллион еуродан астам өтем талап етіп отыр. Прокуратура Неймар үшін 2 жыл тағайындауды ұсынса, DIS оны 5 жылға отырғызуды сұрайды. Қазір ата қалам үйге барамын да. Күнде Барса ойыншы деп айта берсек болады уже. Мынаны қараңдар, немене бөлім мынау? Павлий ма, немене мынау? Немене бөлім мынау? Тіпті зарплатасына дейін белгілі. Салықтан кейінгі жалақысы 6 миллион еуро. Келісімшарт 27-ге дейін 50 плюс 10 миллион еуроға Севилья келісіпті. Бердім. Айтты қой, Барса Челсиға күн көрсетпейіндер. Челси фандары, Барсаны күндемеңдер. Үндемеңдер. Кет бар. Келе ғой. Жюль 19-20 жылғы маусымнан бері Ла Лигада 5233 пас жасаған. Дәлдігі 88-де 6%. Осы уақыт аралығында одан үздік көрсеткіш тек Альбада 5994. Барсада ойнау үшін пас бере білу ең маңызды аспект. Дұрыс айтады негізі. Ал Челси күндеге альтернатива тауып қойды. Лестердегі Фофана, бірақ оның бағасы тым қымбат болады. Немесе Интерлік Шкриньяр. Шпагатшы. Өткенде оған ПСЖ-да көз тіккен. Словак үшін 70 миллион еуро беруге дайын олар. Тағы да алдын орау процесі бола ма? ПСЖ, Барса. Наполи Роналдуға қызығып отыр. Оны клубтың аңызы еткісі келедіміз. Марадона деңгейінде. Ал негізі әзірге белгісіз. Атлетико президенті Роналду жайлы әңгіме қауыс ет дейді. Бавария қашып жүр. Эмиу не қалады, не қалмайды, нақты айтпайды. Реал, клуб былай тұрсын. Фанаттары қаламайды оның келуін. Не өп кетті өзі Рон? Мен де ішке звонда шеш. Дәл қазіргі жағдай мынадай. Луис Суарес отанына оралатындығын растады. Националға. Ол дәл осы клубта мансабын бастаған еді. Тамаша аяқтау. Бірақ әлі ерте емес пе? Жасы 35-те. Тағы 1-2 жыл Еуропада тістеуге, доп тебуге болар ма еді? Барсада жаңа лидер, жаңа маусымда. Усман Дембеле өзін предсезонкада жақсы көрсетіп жүр. Жақсы бала болам. Рафиня келу әсер етті ме? Ювентуске қарсы дубль жасады. Изи жасады. Қорғаныс ұйқыда. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетемін. Лисандро Мартинес Эмиу ойыншысы. Аргентиналықпен келісімшарт 27-ге дейін жасалды. Тағы 1 жылға ұзартылу мүмкіндігі бар. Шарттама суммасы 57 миллион еуро. Тағы 10 миллион бонус ретінде. Тен Хаг Аяксқа сыртта жүріп ақ ақша тауып беріп жатыр. Боруссия Дортмундтың бас скауты Пилава енді Баварияда жұмыс істейтін болады. Меніңше ол осыған дейін де Баварияда істеген сияқты Байерінге Боруссиядан миграция болғанда қараса. Енді игроктар Дортмундқа жетпей по пути алынатын болады. Міне достар, соңғы жаңалықтар осы. Пікір жазыңдар. Келесі кездескенше. Сау. Тити Кейн, Сон, Салах, Бачуаи, Роналду, Фред Верон, Садио Мане, Джеко Модрич, Погба, Габриэль Жезус, Голо Канте, Месси, Лариве, Пелегрини, Франкесе, Левандовский, Ибрахимович, Иван Перишич. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле. Билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.